Баршаларыңызға да ассалаумағалейкум, арнама қош келдіңіздер. Әр шаруаның түп нұсқасын білмей жатып, сыртынан том пішіп, кейін ұятқа қалатындай жағдайға қалмайық ағайын. Пойызда болған оқиға. Әдемі қыздың жанары неге жасқа толды? Астанадан пойызда қайтып келе жатып, көңілсіз бір жағдайға тап болдым. Біз плацкартта болдық. Қасымызда 16-17 жасар шамасындағы әдеміше келген бір тұйық қыздың жанары жасқа толып, шәйнекпен шайын алып, әрі-бері өтіп, назарымызды аударды. Жұрттың бәрі мынаған не болған деп таң қалысып жатты. Қасымыздағы бір-екі әйел, жастар ғой, жігітімен ұрысып қалған болар деп, өздерінше бал ашып та үлгерді. Қызық көріп мен де орнымнан тұрдым да, сол жерден өтіп бара жатқан сыңай танытып, жай ғана ішке қарай көз қиығымды салдым. Сөйтсем дастарханда жалғыз өзі ғана отыр. Қасында жан баласы жоқ. Кішкентай ғана дастарханды түрлі тағаммен безендіріп тастапты. Вагондағы бүкіл әйелдер сол қыздың түсініксіз әрекетіне таң қалысып, оны қызық көріп сырттай тамашалауда. Сұлу қыз үстіне бүкіл әдемі киімін киіп алған, боянып жасанғаны тағы да бар. Мына сұлудың дастарханында құстың сүтінен басқасының бәрі бар, бірақ оны ішіп жейтін өзінен басқа тірі жан жоқ деп, бәрі бір-біріне әзіл араласып, күбірлесіп жатты. Қыздың өзінен сұрайын десе, көзі жасқа толып, тіпті бізге жауап беретін жағдайда емес. Арада жарты сағат өтті. Бір кезде әлгі қыз қолын көтеріп, іштей дұға жасап, бетін сипады да, дастарханнан тұрды да, бәрімізді бір бөліктен торт таратып, сонымен қатар салат, тамақтан ауыз тигізді. Аң-таң болған көпшілік қыздан жағдайдың мән-жайын сұрастырып жатыр. Сөйтсек, сол күні әлгі қыздың 1 жыл бұрын қайтыс болған анасының туған күні екен. Анасының қайтыс болғаннан кейінгі бірінші туған күнін жолда өткізіпті. Тірі күнінде анасына әр туған күнінде өз қолымен торт пісіруді әдетке айналдырған бойжеткен, бұл жолы да өз қолымен пісірген тортын жолға бірге алып шығыпты. Пендеміз ғой, мәселенің анық-қанығын білмей жатып, ойланбай әр нәрсені әңгіме қылдық. Анасын сағынған қыздың сезімін күлкіге айналдырған, бәріміз ұялып қалдық. Әлгі қыз барлық адамға жеке-жеке дәмнен үлес таратып, болғаннан соң өз орнына жата кетіп, сол жатқаннан жастық құшақтап, ұзақ уақыт бойы ебіл-себіл жылаумен болды. Бәріміз де трагедиялық кинодан үзінді көргендей қатты әсердің құшағында болдық. Вагонда осы көрініске куә болған адамдардың арасынан егіліп көзіне жас алмаған жан қалмады-ау. Қызды қатты аядым. Пенденің аяғанынан не болсын? Алланың аяғанын тіледім. Тағдырлар әр алуан екен. Ешкімді Алла ата-анасынан ерте айырмасын. Қыздың жас үйірілген жанары әлі күнге дейін көз алдымнан кетер емес.